Кеше өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мен Уэльс арасындағы ойын өтті, тағы да 0-1 есебімен ұтылдық. Сол Македониямен болған сценарий қайталанды. Енді ойынға тоқталатын болсақ, енді құрам жаман емес, негізі құрам жаман емес, бірақ мына 5 қорғаушыдан арылуымыз керек. 4 қорғаушы, болмаса 5 қорғаушымен ойнасақ, 3 полузащитникпен ойнауымыз керек. Шабуылға бірден жетіспей жатыр. Одан кейін ойыннан 83 минут өтіп жатыр. Нұралда әлі травма алып қалды, орталық қорғаушы. Сол кезден ұтылып атқаннан кейін шабуылшы шығаруымыз керек қой қорғаушының орнына. Бапкер келіп, қорғаушының орнына қорғаушы шығарды. Бұл өте өрескелі қателік. Полузащитникте 2 полузащитник ойнады, ол әрине Оразов пен Қасаболат. Оразов әлі формада емес, оған әлі бірінші минуттан шығару ерте, ал Қасаболат сборныйда бірінші матчын өткізіп жатыр. Бұл енді өте өрескелі қателік. 2 формада емес ойыншылар шығару өте дұрыс емес. Негізі 3 полузащитник ойнауымыз керек. Шамалы бір ойнап жүрген 1-2 ойыншыны қосуымыз керек еді орталыққа. Майда-шүйда мәселелер бар. Кенжебекті ертерек ауыстырып тастағаны, Сатпаевқа кәдімгі сенгені артықтау болды, Самұратовқа сенгені артықтау болды. Оларды ертерек ауыстырып тастау керек еді. Одан кейін шығарған замендер өте кеш басталды. Бір ұтып атқан команда сияқты замен ауыстырдық. Бірінші тайм бітісімен Шестаковтарды шығаруымыз керек еді. Замен кеш болды. Менің көргенім осындай қателіктер болды. Сіздер қандай қателіктер көрдіңіздер? Комментарийге жаза кетіңіздер.